Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз өте маңызды тақырыпты талқылаймыз. Бүгін біз қалқанша безі туралы әңгімелесеміз. Қалқанша безі біздің денеміздегі ең маңызды органдардың бірі. Қалқанша безі мойнымызда орналасқан кішкентай ғана, бірақ өте маңызды орган. Ол көбінесе көбіміздің назарымыздан тыс қалады. Ол біздің денеміздегі зат алмасуды, яғни тамақты энергияға айналдыру процесін реттейтін гормондар бөліп шығарады. Бұл гормондар біздің денеміздегі әртүрлі функцияларды реттейді. Сонымен қатар, қалқанша безі біздің көңіл күйімізді, жүрек соғу жиілігін және дене температурасын реттеуге де көмектеседі. Бұл гормондар біздің күнделікті өмірімізге үлкен әсер етеді. Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істеуі денсаулығымыз үшін өте маңызды. Егер ол дұрыс жұмыс істемесе, бізде әртүрлі денсаулық мәселелері туындауы мүмкін. Егер қалқанша безі дұрыс жұмыс істемесе, денсаулығымызда түрлі мәселелер туындауы мүмкін. Мысалы, шаршау, салмақ қосу немесе жоғалту, көңіл күйдің өзгеруі сияқты белгілер пайда болуы мүмкін. Бұл жағдайда халық емін қолданып көруге болады, бірақ алдымен дәрігермен кеңесуді ұмытпаңыз. Дәрігер сізге ең жақсы емдеу әдісін ұсына алады, және сіздің денсаулығыңызды бақылауға көмектеседі. Қалқанша безінің денсаулығын сақтау үшін дұрыс тамақтану, жеткілікті ұйқы және тұрақты физикалық белсенділік маңызды. Бұл шаралар сіздің қалқанша безіңіздің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Қалқанша безінің денсаулығын сақтау арқылы сіз өзіңізді жақсы сезініп, өмірден ләззат ала аласыз. Сондықтан, денсаулығыңызға көңіл бөліңіз және қалқанша безіңіздің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етіңіз. Бүгінгі видеомызда пайдалы кеңестермен бөлісеміз. Бізбен бірге болыңыздар, соңына дейін қараңыздар. Қалқанша безі йод деп аталатын элементті пайдаланып, тироксин, T4 және триодтиронин деп аталатын екі негізгі гормон түзеді. Бұл гормондар біздің денеміз үшін өте маңызды. Олар біздің денеміздегі әртүрлі процестерді реттейді. Тироксин және триодтиронин гормондарының деңгейі дұрыс болғанда, біз өзімізді жақсы сезінеміз. Бұл гормондар қанға өтіп, бүкіл денемізге таралады. Олар біздің жасушаларымызға жетіп, олардың жұмысын реттейді. Бұл процестер біздің денсаулығымыз үшін өте маңызды. Олар жасушаларымыздың жұмысын реттейді, зат алмасуды жылдамдатады, жүректің соғуын реттейді, дене температурасын тұрақтандырады. Сонымен қатар, бұл гормондар біздің энергия деңгейімізді де реттейді, және басқа да көптеген функцияларды орындайды. Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істеуі біздің күнделікті өмірімізге үлкен әсер етеді. Қалқанша безінің жұмысын миымызда орналасқан гипофиз безі басқарады. Гипофиз безі қалқанша безіне сигналдар жіберіп, оның гормондар өндіруін реттейді. Бұл процесс біздің денеміздегі гормондардың тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Қалқанша безінің ең көп таралған ауруларының бірі гипотиреоз. Бұл ауру қалқанша безінің жеткілікті мөлшерде гормондар бөліп шығармауынан туындайды. Гормондар ағзадағы көптеген процестерді реттейді. Сондықтан олардың жетіспеушілігі денсаулыққа айтарлықтай әсер етеді. Гипотиреоз кезінде қалқанша безі жеткілікті мөлшерде гормондар бөліп шығармайды. Бұл жағдайды анықтау үшін дәрігерлер қан талдауларын жүргізеді. Онда гормон деңгейлері тексеріледі. Гормондардың төмен деңгейі гипотиреоздың белгісі болуы мүмкін. Гипотиреоз шаршауды, салмақ қосуды, депрессияны, үнемі тоңуды және басқа да белгілерді тудыруы мүмкін. Бұл белгілер адамның күнделікті өміріне айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Сондықтан дер кезінде емделу маңызды. Қалқанша безінің тағы бір кең таралған ауруы гипертиреоз. Бұл ауру қалқанша безінің тым көп гормондар бөліп шығаруынан туындайды. Гормондардың артық мөлшері ағзадағы процестерді жылдамдатады. Гипертиреоз кезінде қалқанша безі тым көп гормондар бөліп шығарады. Бұл жағдайды анықтау үшін де қан талдаулары жүргізіледі. Онда гормон деңгейлері тексеріледі. Гормондардың жоғары деңгейі гипертиреоздың белгісі болуы мүмкін. Гипертиреоз салмақ жоғалтуды, жүйкенің жұқаруын, ұйқысыздықты, терлегіштікті және басқа да белгілерді тудыруы мүмкін. Бұл белгілер де адамның өмір сапасына айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Сондықтан дер кезінде емделу маңызды. Қалқанша безінің ауруларын емдеу үшін дәрігерлер арнайы дәрі-дәрмектерді тағайындайды және өмір салтын өзгертуге кеңес береді.
Қалқанша безі ауруларын емдеу үшін халық медицинасында әртүрлі әдістер қолданылады. Бұларға шөптермен емдеу, тамақтану ерекшеліктерін өзгерту, йога және тыныс алу жаттығулары жатады. Халық емі көбінесе қалқанша безінің жұмысын жақсартуға және ауру белгілерін жеңілдетуге бағытталған. Қалқанша безінің денсаулығын жақсарту үшін қолданылатын көптеген шөптер бар. Мысалы, зығыр дәні қалқанша безінің гормондарының түзілуін жақсартуға көмектеседі. Радиола раушаны стрессті азайтуға және қалқанша безінің жұмысын қалыпқа келтіруге көмектеседі. Дәрілік өсімдіктерді қолданар алдында дәрігермен кеңесу өте маңызды. Себебі, олардың кейбіреулері басқа дәрі-дәрмектермен немесе денсаулық жағдайларымен үйлеспеуі мүмкін. Сондай-ақ, дәрілік өсімдіктердің сапасына және дұрыс мөлшерінде қолдануға назар аудару керек. Қалқанша безінің денсаулығы үшін дұрыс тамақтану өте маңызды. Йодқа бай тағамдарды, мысалы теңіз балдыры, балық және йодталған тұзды көбірек тұтыну керек. Сондай-ақ, селенге бай тағамдарды, мысалы Бразилия жаңғағы, тунец және күнбағыс дәндерін де рационға қосу керек. Стрессті азайту, жеткілікті ұйықтау және үнемі дене шынықтырумен айналысу қалқанша безінің денсаулығын жақсартуға көмектеседі. Стресс қалқанша безінің гормондарының тепе-теңдігін бұзуы мүмкін. Ұйқының жетіспеуі қалқанша безінің жұмысына кері әсер етуі мүмкін. Ал дене шынықтыру зат алмасуды жақсартуға және қалқанша безінің гормондарының тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Йога және тыныс алу жаттығулары стрессті азайтуға, қан айналымын жақсартуға және қалқанша безінің жұмысын қалыпқа келтіруге көмектеседі. Мысалы, балық позасы қалқанша безіне қан ағымын жақсартады. Ит басын төмен қаратып позасы стрессті азайтуға және қан айналымын жақсартуға көмектеседі. Халық емі қалқанша безінің ауруларын емдеуге көмектеседі. Бірақ олар дәстүрлі медициналық емдеуді алмастыра алмайды. Егер сізде қалқанша безімен проблемалар болса, диагноз қою және емдеу жоспарын жасау үшін дәрігерге бару өте маңызды. Дәрігер сіздің жағдайыңызға байланысты дәрі-дәрмектерді, гормондарды алмастыру терапиясын немесе хирургиялық араласуды ұсынуы мүмкін. Қалқанша безінің денсаулығын сақтау, жалпы денсаулығымыз үшін өте маңызды. Дұрыс тамақтану, салауатты өмір салтын ұстану және халық емін қолдану қалқанша безінің жұмысын жақсартуға және аурулардың алдын алуға көмектеседі. Егер сізде қалқанша безімен проблемалар болса, диагноз қою және емдеу жоспарын жасау үшін дәрігерге баруды ұмытпаңыз.